Мен 4 баланың анасымын. Және біз 5 жылдай Америка Құрама Штаттарында өмір сүргенде мені осы сұрақ өте мазалайтын. Ол жақта тәрбие беру, тіпті тәрбиені ұстап тұру өте қиын. Өйткені бала қоғаммен араласқаннан кейін сол қоғамның, сол контексттің құлы болады кез келген адам. Сондықтан сіздің бұл еңбегіңізге көп рахмет. Бізде енді менің түсінігімде, кешіріңіздер, таза субъективті пікірім, мынау мен кішкентайымнан осы журналистика факультетінде жүргенде де ойлайтынмын, кітапты өте ақылды бір жазушылықпен терең, өте сондай бір сакралды қарайтынмын, бірақ кез келген адамның рефлексиясы ретінде, және бірнеше инсайттар бар, етіп ақшта мұны кәдімгідей ізге қойып, бұқара оқуға негіздеген кәдімгідей жол бар. Сонда кез келген көшедегі Айнұр, Қайрат, Мақсат, кез келген адам түсінетіндей деңгейде кітап сондықтан оқылады, ол жақта өте көп оқылады. Сондықтан кітапты деп бұқараға арнап жеңіл жазу және массаға жазу ол өте маңызды. Өйткені қазақ тілді массаға жазатын авторлар өте аз. Менің ойымша сол. Өйткені қазір біздің жастар, менің қатарындағы баласын қалай тәрбиелейтінін білмей отырған жастар, осы өзіңіз де айтып өткен жаңағыдай шетелдік авторларды оқиды. Өйткені олар массаға жазады. Және осындай үлкен философияға тоңған Абайдың, Мағжанның педагогикасын жазыпсыз. Алаш бар, мұның барлығын өте жеңіл және көпшілік тұтынатындай етіп жазу өте маңызды деп ойлаймын. Өйткені көптің деңгейі жете бермейді ешқашан, жаңағы Ақылас ағай өзіңіз айтқандай. Бірақ ол болу керек, міндетті түрде ол құнсыздандыру, бағасын түсіру деген сөз емес, бірақ осы бір вакуум бар бізде, соны айтқым келеді. Сол вакуумды толтыра берейік, көпшілікке жаза берейік, кітапты әрқайсысы оқысын. Инстаграмда, тиктокта табатын, скроллингтан табатын ақпаратты кітапта табатындай деңгейде болсын. Кітап тренд болсын. Соған үлестеріңізді қоса беріңіздер. Көп рахмет, алғысым шексіз. Сәттілік.